Сіз бұл адамды тарих кітабынан көрген шығарсыз, бірақ сіз оны бұрын-соңды естімеген фактілерді білмейсіз. Соңғысы сізді таң қалдырады. Дінмұхамед Қонаев туралы айтамыз. Ол нағыз құрылысшы инженер. Қонаев басқарған жылдары Қазақстанда 43 жаңа қала бой көтерді. Бүгін біз тұрып жатқан қалалардың көбі соның тікелей еңбегі. Ол қала салып қана қоймай, Қазақстанның экономикалық каркасын құрды. Ол жерімізді сақтап қалған қалқан. Мәскеу Маңғыстауды Ресейге, ал оңтүстік аудандарды Өзбекстанға бергісі келгенде, Қонаев жалғыз өзі қарсы шықты. Өз мансабын қатерге тігіп жүріп, шекарамызды 1 метрде қозғалтпай сақтап қалды. Нағыз минимализм. 24 жыл ел басқарған адамның артында не қалды деп ойлайсың? Ешқандай вилла, ешқандай шетелдік шот. Тек Алматыдағы қарапайым 3 бөлмелі пәтер және ескі оттықтар коллекциясы болды. Ол байлықты емес, халықтың махаббатын таңдады. Осындай тұлға қазіргі заманда керек пе? Пікіріңізді комментарийге жазыңыз.